Сіз мәңгілік өмір сүргіңіз келе ме? Оны кім аңсамайды дейсіз ғой. Кез келген адам осы мәселе туралы ой толғататыны анық. Сіздердің көпшілігіңіз жақын адамыңыздан айырылғандарыңызға сенімдімін. Бірақ енді болашақта өлімнен құтылуға болатынын айтсам, не дейсіздер? 2000 жылдан кейін туылған әрбір адамның мәңгілік өмірге ие болу мүмкіндігі өте жоғары. Ғылым бізді болашақта осындай өлімнен қорқпайтын жағдайға қалай әкеледі? Мәңгілік өмір тақырыбы адамдарды ерте заманнан қызықтырған. Адамзат әрқашан өмірді ұзартудың жолдарын іздеп, немесе тіпті толық өлместікке ие болғысы келген. Ал бүгін таяу 10 жылдықта бізді осы мәңгілік өмірге жақындататын ғылыми жаңалықтар туралы егжей-тегжейлі айтамыз. Осы бейнероликтің бірінші жартысында мәңгілік өмірге жету жолдарының биологиялық және технологиялық мүмкіндіктерін қарастырсақ, екінші жартысында мәңгілік өмірге адам баласы қол жеткізсе, оның салдары қандай болатынын, сондай-ақ ертең өміріңізді ұзарту үшін, бәлкім сол өлместікке ие болу үшін бүгін не істеу керек, оны талқылап көріңіз. Қазір бизнесмендер тарапынан мәңгілік өмір саласына ондаған миллиард доллар ақша құйылуда. Силикон алқабының әрбір миллиардері өмірді ұзартуға инвестиция салуды өзінің борышы деп санайды. Мұнда Google негізін қалаушылар мен Apple директорлар кеңесінің төрағасы, тіпті Питер Тиль сияқты силикон алқабының қайраткерлері де қосылды. Бұл адамдар өздерінің инвестициялары қандай да бір пайда әкеледі деп үміттене ме? Әрине үміттенеді. Мұндай адамдар миллиардтарды құрдан-құр желге ұшыра салмайды. Бәлкім олар ең үздік мамандармен кеңесіп, осы тақырыптағы соңғы мәліметтерді білетін шығар. Мен өлімсіздік туралы ғылымға қатысты соңғы зерттеулерді көрдім және Питер Тильдің оптимизммен бөлісе аламын. Иә, дәл осы соңғы жылдары өмірді ұзарту туралы ғылым керемет алға қадам жасады. Өз басым кішкентай кезімнен ғаламның мәңгі өмірге тосқауыл болатын мынандай заңдылығы бар екеніне сенетінмін. Ол кез келген тіршілік иесі, адам болсын, жануар болсын, немесе жәндік болсын, туылады, өсіп-өнеді, көбейеді, қартаяды. Кейін басқаларға орын беру үшін бұл дүниеден өтеді. Ал шын мәнінде дәл қазір біздің планетамызда 20 шақты өлмейтін ағзалар бар екен. Мен сіздерге бір нәрсе көрсетейін. Бұл жәндік сияқты шексіз өмір сүруді кез келген адам қалайды. Бұл Turritopsis darni, немесе өлмейтін медуза. Ол өзінің өмірлік циклін басқара білетіндігімен белгілі. Ересек медуза жасарғысы келсе, мұхит түбіне түсіп, кішкентай полипке айналады. Толыққанды үлкен медуза болғанға дейін, бұрын ол осындай полип болған. Содан кейін өсіп, қайтадан ересек медуза болады. Осы процесс шексіз жалғаса береді. Бұл медуза кәріліктен құтыла алатын санаулы жәндіктердің бірі. Тағы да осындай жәндіктердің бірі, менің ойымша сіздер бәріңіз оны жақсы білесіздер, бұл гидра. Бірақ жылан сияқты бастары бар аңыздағы гидра емес. Сіз мектепте биология сабағында 8-ші немесе 9-ші сыныпта өткен әдеттегі тұщы су гидрасы. Бұл гидра жасушаларына шексіз бөлінуге мүмкіндік беретін ерекше гені бар екен. Басқаша айтқанда, егер оны физикалық тұрғыда өлтірмесек, ол идеалды табиғи ортада бүкіл жер бетіндегі адамдардың жасын қоссақ та, одан да әлдеқайда ұзақ өмір сүреді. Тарихта мәңгілік өмір туралы неше түрлі аңыздар бар, бірақ біз оған бүгін тоқталмаймыз. Қазір мүлдем басқа заман. Бірақ өлместік тақырыбы әлі күнге дейін әсіресе ғалымдардың күн тәртібінде тұр. Енді осы ғалымдар мәңгілік өмір және оған қол жеткізу мүмкіндіктерін және мәңгілік өмірге ие болған адам қандай зардаптарға тап болу мүмкіндігі туралы не айтып жатыр. Қалай десек те, біздің ата-бабаларымыздың мәңгілік өмір сүру ниеті болашақта толығымен іске асады. Мәңгілік өмір мәселесіндегі негізгі ұғым бұл адамның қартаюы. Қартаю өлместіктің алдын жойып тастайтын негізгі факт. Өйткені адам жасы ұлғайған сайын ағзадағы барлық компоненттердің үйлесімді жұмыс істеу қабілеті жойыла бастайды. Қанша кереғар естілсе де, мен сіздерге айтайын, қарт адамдар ешқашан кәріліктен өлмейді. Олар дененің функционалдық қабілеті төмендеуі нәтижесінде пайда болатын неше түрлі ауру сырқаулардың нәтижесінде бұл өмірден озады.
Кәрілікке байланысты ағзаның тозуында маңызды рөл атқаратын нәрсе теломерлер. Олар сызықты хромосомалардың ұштарында орналасып, хромосомаларды жойылудан қорғайды. Уақыт өте келе теломера ұзындығы қысқарады. Бұл жас шошалардың тозуына әкеп соғады. Осылай адам қартая бастайды. Тиісінше дененің жастығын сақтап, сонымен бірге ағза ұзақ өмір сүру үшін бізге теломерлерді қалпына келтіретін препарат қажет болады. Болашақта осыған ұқсас нәрсе ойлап табылуы мүмкін. Және бұның бәрі нейрожелі көмегімен шешіледі. Осыдан 4-5 жыл бұрын ғана нейрожелілер аса ақылды болмаған. Мысалы, өзіңіз білетін телефоныңыздағы Т9 немесе Т9. Ал қазір нейрожелі ақылдылығы адам миына жақындап қалды. Жазсаңыз болды, сізге видеоны да өңдеп береді. Кейін тағы 10-15 жыл өткеннен кейін математикада, астрофизикада шешімі табылмай жүрген көптеген есептердің және осы сияқты теломерлерді қалай қалпына келтіруге болады, осының бәрін оңай нейрожелі бізге шешіп беретін болады. Жануарлар әлемі бізге дерлік өлмейтін тіршілік иелерін бақылаудың кең өрісін береді. Ең таңғаларлықтардың бірі жалаңаш жертесер. Олар қартаюға қабілеті жоқ. Бір түрлі кішкентай жер асты жаратылысы. Бұл жертесер әрине өледі, бірақ жауларымен қақтығыстардан, жүректің тоқтап қалуынан, немесе басқа маңызды органдардың жұмысын тоқтатуынан. 40 жылдан бері зерттеліп келе жатқан кеміргіштердің ешқайсысы кәріліктен өлмеген. Және бұлар қатерлі ісік ауруларына да төзімді, ауырмайды деп айтсақ болады. Кім біледі, бәлкім болашақта бұл жер астының кішкентай жануарлары бізге мәңгілік жастық шақтарының сырын ашатын шығар. Ғалымдардың кемінде 200 жыл ұзақ өмір сүру үшін не ойлап тапқандарына көз салайық. Шындығында егжей-тегжейлі айтпасақ, мәселе біздің генімізде. Жоғарыда Гидра туралы айтқандай, егер адам өз геномын басқаруды үйренсе, онда өлместіктің күні де алыста емес. Ал адам өз геномын басқарып, онымен түрлі іс-қимылдар жасай ала ма? Кем дегенде ондаған жылдар бойы геномдардың бөліктерін кесіп алып, онда еркін кесінділерді қоюға мүмкіндік беретін CRISPR-Cas9 технологиясы бар екені белгілі. Ғалымдар қоянның геніне люминесцентті планктонның гендерін қосып, қараңғыда жарқырайтын үй қоянды да жасап үлгерді. Жарқырайтын саңырауқұлақтар да жасап шығарды. Және бәріміздің сүйікті раушан гүлінің геномын жасыл, сары, күлгін, кез келген түске айналдыру үшін түрлендірді. Жалпы алғанда, адамзат тірі жандардың геномын әлдеқашан және оңай манипуляциялайды деп сеніммен айтуға болады. Адам генімен айла шарғы жасау үшін бізде қандай да бір техникалық қиындықтар жоқ. Олар бар әрине, бірақ көбінесе этикалық сипаттағы қиындықтар. 2021 жылы, мысалы Қытай университетінің ғалымдары егеуқұйрықтардың ерекше генін анықтады. Бұл ген қартаюға жауап беретін. Ғалымдар оны алып тастағаннан кейін егеуқұйрықтардың қартаю процесі бәсеңсіп кетті. Толығырақ айтқанда, егеуқұйрықтар әдетте 24-тен 30 айға дейін өмір сүреді. Ғалымдар егде жастағы егеуқұйрықтарды адам өлшемдері бойынша зейнеткер крысаларды алды. Оларға шамамен 20 айдай болатын, және олардың геномдарына осындай манипуляциялар қолданды. 6 айдан кейін ғалымдарды таң қалдырғаны, егеуқұйрықтар қартайып өлудің орнына жасарып кеткен. Физикалық деңгейде олар жасарып, аяқтары күшейіп, ал реакциясы жеделдеп кеткен болатын. Нәтижесінде осы экспериментте ең ұзақ өмір сүрген егеуқұйрық 1819 күн өмір сүрген. Егер біз осы жылдарда адамның жасын ауыстырсақ, онда егеуқұйрық 200 жыл өмір сүрді деген сөз. Бірақ шынымды айтсам, бұл жерде бәрі оңай емес. Адамдардың қартаюына жауап беретін ген әлі анықталмаған. Дегенмен, бұл эксперимент жүргізген ғалымдар таяудағы 4-5 жылдың ішінде адаммен де тәжірибе басталады деп болжайды. Егеуқұйрықтардан кейін тоқтамай эксперименттер приматтармен де жүргізілді. Ғалымдар шимпанзенің көру қабілетін жақсарту бойынша тәжірибе жүргізді. Олар көру қабілетін нашарлаған приматтарды алып гендерін ауыстырған. Содан кейін бұл приматтардың да көру қабілеті жақсарып, физикалық деңгейде олардың көздері жасарып кеткен. Бұл зерттеу өткен 2023 жылы болды. Осы зерттеудің ғалымдары 10 жылдан кейін адамдарға да эксперименттерді бастайтынын айтып, және олардың өз жоспары бойынша енді шамамен 10 жылдан кейін адам өмірін 30 жылға дейін ұзартуға болатынын айтқан. Және ең бастысы, бұл 120-130 жасқа дейін өмір сүріп, өзіңізді қарт сезінесіз дегенді білдірмейді. Ғалымдардың айтуынша, осы жаста сіз өзіңізді 30-40 жастағы, яғни
толық күш қуатыңыз тасып гүлденіп тұрғандағыдай кезіңіз болады. Жалпы алғанда осы 21 ғасырда геномды манипуляциялау арқылы ғалымдар жақын арада бізге ондаған тіпті жүздеген жыл өмір сыйлайтын уақыт жақындап келеді. Адамды адам ететін не? Дене пішіні ме? Сыртқы түрі ме? Жоқ әлде біздің ойымыз, өмірге деген көзқарасымыз, бір сөзбен айтқанда санамыз ба? Мәңгілік өмірдің мәні сыртқы тәніне емес, адамның ішкі жан дүниесін, мәнін сақтау болса ше. Біз цифрлық өлместік туралы айтып отырмыз. Оған сәйкес, болашақта адамның жеке тұлғасының виртуалды көшірмесін жасап, кейін оны жарамды денеге көшіру қажет. Жеке тұлғаның көшірмесін жасау үшін оның сөйлеу әдісін, өзін ұстауын, мінез-құлқы туралы деректерді психологиялық сараптамада жинау қажет. Сондай-ақ гормондар мен нейромедиаторлар жүйесінің көшірмесі де керек болады. Өйткені олар ми жұмыстарына айтарлықтай әсер етеді. Осындай көлемдегі ақпараттарды жинау үшін озық технологиялар қажет. Алайда бізде жеке бас ақпаратын жинаумен айланысатын жобалар бар. Мысалы 2005 жылы миды модельдеумен айланысатын Blue Brain Project құрылған болатын. Жобаның басты мақсаты мидың қалай жұмыс істейтінін түсіну және болашақта егжей-тегжейлі биологиялық реконструкциялар мен симуляциялар жасау. Қазір олар тышқанның миын симуляциялау бойынша жұмыстар істеп жатыр. Сандық өлімсіздік тұжырымдамасын сынаушылар көп. Олар мұның шын мәнінде мәңгілік өмір емес екендігін айтады. Өйткені біз дәл осы сананың түпнұсқасын қалдырмай, көшірмесін ғана жасаймыз дейді. Сіздер олармен келісесіздер ме? Енді сіздермен елестетіп көрейік. Адамдар аяқ астынан қартаюға қарсы препарат жасап шығарды. Ары қарай не болады? Салдары қандай болады? Дененің жасушаларын қайта мәңгіге жасартып отыратын препарат ойлап табылса, 100% ақшасы барлардың ғана оған қол жетеді. Шартты түрде айтатын болсақ, бастапқыда миллиардерлер бұған қол жеткізе алады. Сосын дәрі біраз арзандап, оны қарапайым миллионерлер де пайдалана алатын болады. Бұл әрине орасан зор әлеуметтік жүктелуді тудырады. Тек ресурстардан ғана емес, өлімнен де билік алған байлар иерархияда одан да жоғары болып, қарапайым жұмысшылардан алшақтай бастайды. Біріншіден, бұл байлар өзін бүкіл ғаламды тіреп тұрған құдай ретінде сезіне бастайды. Қартаймайтын адам басқалардан сапалық деңгейде ерекшеленеді. Екіншіден, адам өмірінің бірнеше жүз жылында ең құнды нәрсе тәжірибені алуға болады. Мысалы, ақшамен жұмыс істеудің тәжірибесі. Мұндай адамдар қашан ақшаны жұмсауға болатынын, немесе қашан жұмсамау керек екендігін біледі. Не сатып алу керек, не сатып алмау керек, қайда жұмыс істеу керек, қайда жұмыс істеуге тұрғысыз, және тағы басқа. Тіпті олар мұның бәрін зерттемесе де өмір үйретеді. Мұндай адам басқаларға қарағанда өте табысты болады. Осылай қоғамның одан да көп жүктелуі басталады. Бұл жерде үшінші проблема. Мұндай адамдардың бір жерде тұрмай отырып алуы туындайды. Олар жастардың барлық ұмтылыстарын басып, бұрынғы қызметкерлерінен ешқашан кетпеуі мүмкін. Жалпы жағдай бәрімізге таныс қой. Тек бұл жерде ол әлде қайда үлкен ауқымда болады. Жоғары лауазымдарын ешкімге бермейтін, өздері өте өзімшіл, осындай тәжірибелі адамдарды құра отырып, біз қарапайым құл адам ұғымының мағынасына ие боламыз. Сіз қалай ойлайсыз? Мұндай адамдар өздерінің бонустарын басқалармен бөлісуді қалай ма? Оның дәрежесін басқалармен теңестіріп тастайтын нәрсемен ол бөлісу керек пе? Егер бөліссең, сен ерекше емессің, ешқандай артықшылықсызсың, таңдаулы емес болып қаласың. Әрине жоқ. Сондықтан мен осындай препараттың төңкеріс пен соғысты тудыра алатынына сенімдімін. Ерте ме кеш пе осындай бөліністен туындаған қызу өз шегіне жетеді. Және қандай да бір жолмен мәңгілік жастыққа баршаның қолы жетімді болады. Болашақта әрбір адам мәңгілік өмірді алады. Сол кездегі негізгі сұрақ: адамдар жерге сыймай, шамадан тыс қоныстану болмай ма? Біз онсыз да көбейіп келеміз. Жақында ғана шартты түрде айтатын болсақ, 15 қарашаны еске саламын. Біз 8 миллиардтан астық. Мен туылғанда шамамен 5 және 6 миллиардтардың арасында болдым. Ал егер адамдар қартайып өлуді тоқтатса ше, халықтың шамадан тыс қоныстануының шешудің екі нұсқасы бар. Немесе Марс пен галактикамыздың басқа планеталарына қоныстанудың шынайы мәні пайда болады, немесе әр мемлекет өзінің халқын көбеюін қатаң бақылайды.
Бірінші жағдайда планеталарды отарлаған адамдар құмырсқа сияқты қаптап бүкіл галактикаға сыймай кетуі мүмкін. Егер адамдар өлімсіздікке қол жеткізсе, онда олар шынымен де жасушаның қатерлі ісігі ұқсап етсіз көбейеді. Басқа жақтан жат планеталықтар, яғни инопланетяндар келіп тоқтатпайынша бұл жалғаса береді. Дегенмен, егер дәл осындай сценарий ұсынса, адамдар бұрынғыдай көбейіп, бірақ қартайғаннан өлмейді. Сонда біздің санымыз экспоненті бойынша ұлғая бастайды. Және біздің отарлау мен қоныс аудару тәсілдеріміз тіпті көмектеспейді де. Сондықтан жаңа немесе ескі жерде баланың туылуын қатаң шектеуге тура келеді. Міне осы сәт өте қызықты. Өйткені ол адамның құқықтары мен бостандықтарын шектейді. Бірақ екінші жағынан, отбасының жалғасы бала туу арқылы сен басқа адамның құқықтары мен бостандықтарын шектейсің. Мұны шешудің мынандай нұсқасы бар. Мысалы, адам жыныстық жетілгеннен кейін таңдау болар еді. Не көбею құқығы, не стерилдеу арқылы мәңгілікке жас болып қаласың. Ойыңды өзгертуге болмайды. Әйтпесе шамадан тыс қоныстану мәселесін шеше алмаймыз. Адамдар не таңдайды екен? Мысалы, сіз қайсын таңдар едіңіз? Қалай болғанда да біреулер осыны айналып өтуге тырысар еді. Мысалы, бір жерде жасырын босанып алады, мүлдем тіркелмей. Бірақ тіркелмеген баланың қартаюға қарсы дәрі алуға құқығы болмайды. Және жас ата-анасын көз алдында қартаяр еді. Кейін осындай балалар үшін қартайтпайтын заңсыз жасырын орталықтар ашыла бастайды. Стерилизация туралы айта кететін жайт, ол үлкен қарсылыққа тап болмауы ықтималдығы жоғары. Себебі көптеген әйелдер ондай жағдайда бала туудан өздері-ақ бас тартады. Әйелдерге қоғам тарапынан үлкен қысым жасалып жатқан өтірік емес. Біз қашан болмасын мәңгілік өмір сүру мүмкіндігіне ие бола аламыз ба? Бұл сұраққа жүздеген, мыңдаған жылдар ішінде бір жақты жауап таба алмадық. Бірақ бізде ұзағырақ өмір сүрудің қайталанбас нұсқасы бар. Ол басқа адамдардың жадында, тарихта мәңгі өмір сүру. Егер бізді жаңалықтарымыз, жетістіктеріміз, игі істеріміз үшін басқа адамдар есте сақтаса, біз шын мәнінде рухани өлмейміз. Сіз қалай ойлайсыз? Біз ешқашан өлмейтіндей бола аламыз ба? Және сізге ең көп қандай тұжырымдама ұнады?